Ассалаумағалейкум, мұсылмандарым. Менің umma.kz.kz сайтыма мынандай сұрақ келіп түсіпті. Ассалаумағалейкум, Мейрам аға, киелі құдық деп жатады. Укаш ата деген рас па? Сол біреулер шын дейді. Біреулер жоққа шығарады ақша табу жолы деп. Сол жайлы видео болса рахмет дейді Алмас деген бауырымыз. Уалейкум ассалам, Алмас бауырым. Бізде көптеген адамдар ібілістің кім екенін ұмытып кетеді. Ібіліс кезінде басқан айтпағанда өте керемет білімді болған. Даже періштелерге сабақ берген аспанда. Сондықтан да Алла тағала оған керемет қасиеттер берген жын шайтандарға. Жын шайтандар дейміз, біз ойлаймыз ол жай ғана көзге көрінбейтін пәлелер екен деп. Жоқ, олар керемет дамыған. Бізден бірнешесі дамып кеткен адамзаттан. Мына көріп отырған кереметтеріңіз осы жатқанда чудо дейді ғой, солардың бәрі де осы жын шайтандардың жасап жатқаны. Оларға түкке тұрмайды жоқтан бар жасау. Сондай олар адамдардың көзін байлап тастайды, керек болса гипноз жасайды. Осы жатқанда массовый психоздар жасайды. Осындай керемет сиқырлар жасайды. Сондықтан да ешкімге ештеңеге сенбеңіздер. Бәрі тек жалғыз Аллахтың қолында. Аллахтың рұқсатымен ғана жасалады. Мына жын шайтандардың жасап жатқан кереметтердің өзі Аллахтың рұқсатымен ғана жасалады. Сондықтан да осындай ұсақ түйектерге сенбеңіздер. Мұны шайтанның азғыруымен кейбір адамдар болса бизнеске айналдырып алған. Андай керемет құдық дейді, су шығатын. Ешқандай да оның кереметі жоқ. Жын шайтандар оның керек болса су емес, сүтті шығарып береді одан. Укаш атаға да сенбеңіздер, ешкімге сенбеңіздер, тек Аллахқа ғана сеніңіздер. Исламда осындай нәрсеге сену үлкен күнә болып табылады, ширк жасау болып табылады. Сондықтан да Алла тағала айтқан, егер кімде-кім маған ширк жасаса, мен оны кешірмеймін дейді. Ал ширктен басқа күнәнің бәрін кешірім дейді. Сондықтан да байқап жүріңіздер, осындай коммерсанттарға, бизнестерге